Сәлеметсіздер ме, құрметті менің YouTube каналымның көрермендері. Сіздерге мен осы суретте көрсетілген жуаның, яғни пияздың пайдалы қасиеттерін, кейбір оқиғаларды ұштастыра байланыстыра отырып, сіздерге айтып беремін. Біздің күнделікті тағамға пайдаланатын осы жуаның бірнеше қасиеттері бар екен. Бір шипагер былай деп жазады: адамдардың баламның қызуы көтеріліп кетті деп келсе, ашуым келеді. Соған бола дәрігер не болмаса дәрі екпе салу керек пе екен? Үйлерінде кәдімгі пияз, яғни жуа бар емес пе? Пікірімнің дәлелі ретінде болған оқиғаны баяндап берейін. Ауруханада қызуы өте жоғары көтерілген бала өліммен арпалысып жатқанда қарт әжесі келіп, шұғыл түрде бір бас пияз әкелулерін өтінеді. Содан пияздың қабығын тазаламастан екіге бөліп баланың табанына байлап, шұлығын кигізіп қояды. Ертесіне бала түк болмағандай дені сап-сау ұйқысынан оянады. Табанына байланған пияздың түсі қап-қара түске айналыпты. Тағы бір оқиға былай болған екен. 1919 жылы Мысырда тұмау індетінен 40 мың адам көз жұмады. Сол кезде медицина қызметкерлері елді мекендерде үйме-үй жүріп, адамдарға көмек көрсетеді. Қыстақтың шетінде тұратын бір диқаншының үйіне келіп, таң-тамаша халге түседі. Себебі жанұя мүшелерінің бәрі дін аман. Тұмауратқан адам жоқ екен. Бұл қалай болғаны? Елдің бәріне тұмау тиіп ауырып жатыр. Ал сіздің үйіңізде бәрі сап-сау деп сұрайды дәрігер. Міне, мынау ғой, күнде осылай жасаймын. Үйдің әр бөлмесінде бір пияздан қойылған деп, үй иесі ортасынан екіге бөлінген пиязды көрсетеді. Аң-таң болған дәрігер пиязды ала-сала микроскоппен тексере бастайды. Пияз қабаттарының арасынан тұмаудың вирустарының толып тұрғанын көреді. Содан ортасынан кесілген пияз микробтарды өзіне тартып, оларды өлтіретіні мәлім болады. Өте оңай, бірақ өте пайдалы. Құрметті менің YouTube каналымның көрермендері, егер де менің осы пайдалы кеңестерім сіздерге ұнап жатса, лайк басып, пікір жазып отырыңыздар. Және де комментарийге алдағы уақытта қандай пайдалы кеңес алғыңыз келеді, сол туралы видеоны салатын боламын. Жазып кетіңіздер.